Ассаламу алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, адам денсаулығына пайдалы сметанник сметанник пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кукурузная мука қажет болады. Одан кейін сахардың орнына сахар заменитель фруктоза қажет болады. Сары май, жұмыртқа және разрыхитель қажет болады. Қыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Онға майды, разрыхителімізді қосып, осылай жақсылап омаждап араластыратын боламыз. Қыздар, мен каналыма әлі де сіздерге қызықты видеолар түсіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Енді осы фруктозамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамызды да қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз бірігу қиындау болады, бірақ бірігет, қыздар, қорықпаймыз. Қамырды полный біріктіреміз. Қамырымызды біріктіріп болғаннан кейін, оны салафан мешочкқа салып, холодильникке жарты сағатқа, болмаса морозильникке 15 минутқа қойсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге формаға қамырдың салынуы жеңіл болады. Сол себепті біз холодильникке қоямыз, и қамырымызды дем алады. Енді салмасына біз сметана қажет болады. Одан кейін кукурузный крахмал, жұмыртқа, сосын сахар заменитель, тәтті болу үшін. Мінекей оны да жақсылап араластыратын боламыз. Менде формам 24 диаметр 24 сантиметр. Астына қағаз төсеп осылай дайындап алдым видеодағыдай. Енді жаңағы демалған қамырымды осылай жаятын боламын. Шет-шетін осындай бортиктер жасайтын боламын. Салмам ағып кетпеу үшін. Қамыр өте ыңғайлы осылай істеуге. Міне осылай дайындап алам. Сөйтіп, жаңағы салмамды құйып, пешімізде 180-170 градуста пісіретін боламын. Мен әркім пеші әртүрлі, солай. Бұл пирогтар өте тез піседі, 20-30 минутта пісіп қояды. Мінекей біздің өте дәмді, жұмсақ, сондай песочный пирогымыз дайын болды. Мен үйдегі құлпынаймен осылай әсемдедім. Сіздер әсемдесеңіздер де болады, әсемдемей жей берсеңіздер де өте дәмді болады. Қыздар, описаниясын толық қанша граммовкасын қоятын бәрін астына жазып кететін боламын. Тура солай істесеңіздер өте дәмді, бір істегеннен ақ шығады, қыздар. Сондай өте дәмді болады. Адам денсаулығына өте пайдалы. Ешқандай бұл пирогты жеп сіздер салмақ қоспайсыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Сау болыңыздар.